Рысбала Икрамбайқызы, өзіңнің заңсыз әрекеттеріңді тоқтатпасаң, яғни жеке меншік жалдамалы заңгерлеріңнің двоеродный, троеродный бауырларыңның, ағаларыңның жекеге жазып, белгісіз номерден жазған қоқан лоққыларын тоқтатпасаңыз, осы заңсыз әрекеттеріңіз үшін менің бойжетіп қалған қызыма немесе кәмелет жасқа толмаған балаларымның тыныштығын бұзатын болсаңыз, мен сіздің сертификатсыз сатылған тауарларыңызбен лицензиясыз ойнатылған лотереяларыңызды дәлелдеп халықаралық тексеріске салатын боламын. Менің балаларыма қысым көрсетуді тоқтатыңыз. Біріншіден, екіншіден, мен Сармурзаева Айткүл Бақыт қызының саяси ойы мен пікіріне менің кәмелетке толмаған балаларым менен бойжеткен қызым жауап беруге міндетті емес. Рысбала Икрамбайқызы, заңсыздық жасамаңыз. Сіздер маған ана күйіп, пісіп, жанып, анау сіз туралы мынау деді, мынау үйтіп жатыр, мынау бүйтіп жатыр деп жіберіп жатсыздар ғой. Сенесіздер ма? Сіздер ана жазып жатқанда ашып қарауға менің желанием жоқ, біріншіден. Екіншіден уақытым жоқ. Үшіншіден мен алтындай уақытымды, энергиямды өзіме пайдалы нәрсеге жұмсағым келеді. Ит үреді, керуен көшеді. Менің керуенім алдыға қарай жылжу керек. Үрген иттерге қарап тоқтап қалмау керек. Сондықтан да үрген иттер үре берсін, ал мен иттің тілін түсінбеймін, мен адаммын. Пендемін, тек қана алға. Қазақстанда заң бар, заң баршамызға бірдей ортақ. Егер де кімнің бір ала жібін аттап, нанын тартып алып жатқан болсам, барсында құзырлы органдарға барып арыз жазсын. Өткенде мен қай уақытта айттым, Қытайда жүрген кезде айттым. Жаңағы Рысбаланы халық көтерді, Рысбала халықтың арқасында тайраңдап жүр, халықтың арқасында шолжаңдап жүр дейді. Шүкір Алла деп айтайын. Өзге елде сұлтан болғанша өз еліңнің ұлтаны бол деп, елдің арқасында, көптің арқасында тайраңдап, шолжаңдап, ырбыңдап жүрген жайымыз бар. Сіздер көтеріп блогер қылдыңыздар. Қандай да бір бастама бастасам қолдап жіберіп кәсіпкер қылдыңыздар. Сондықтан да бұл сіздердің маған деген қолдауларыңызды мен ешқашан ұмытпаймын.